Құдай-ау, біз көріспегелі 10 шақты жылдан асып кетіпті ғой. Я, Бәтимаш, ол кезде біз қыз едік. Бес биенің сабасындай, толық етжеңді келген қара торы әйел Бәтима өзінің бір кезде қыз болғанына шынымен таңырқай сәл аңырып қалды да, диванда шалқайып жатқан күйінде сағынып көріскен досы Зияны құшағына қыса түсті. Қыз күнінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады деген осы екен-ау, қазіргі тұрмыс мынау, деп қойды. Сен айтпаймын, деді аздан соң Зияға күле қарап. Бойың өсіп, бет-бейнең ашаңданып, денең толысыңқырағаны болмаса, сол уылжыған қалпың, әлі қыздан арықсың. Мектепте жоғары кластарда оқып жүргенде өзімізді бойжеткен санаушы едік. Бала екенбіз онда. Студенттік жылдар ғой, шын дәурен сүрген кезіміз. Бір қалада оқымағанымыз айтсаңшы, сенімен бірге осы Алматыға келмегеніме әлі өкінем. Онда Бәкеңе кездеспейтін едің ғой, деді Зия ойнақлана. Солай екен-ау, бірақ Бәкең болмаса Сәкең кездеспес пе еді? Кім дейсің? Сәкең, әйтеуір біреу дегенім ғой. Аз үнсіздіктен соң қалжың ғой бәрі де, деп қосып қойды Бәтима ақталған түрімен. Мектепте 10 жыл бойы бірге оқып, құлын-тайдай бірге ойнап бірге өскен құрбылар енді 12 жыл өткен соң бірақ кездесіп, осы аз ғана уақыт ішінде соншама өзгергендеріне іштей таңғалысып, бірінен бірі көзі айыра алмай ұзақ отырды. Кеше ғана тұлымдар желбіреген қыз еді-ау екеуі де. Енді міне, құшақтасып, күлісіп, біраз мауқын басқан соң, екі әйел тұрмыс тіршілік жайын сөз етіп кетті. Екеуден екеу отырып қою шайды тартып алған соң, әңгіме тіпті қыза түсті. Таусылар емес. Зия, деді бір кезде Бәтима кенеттен. Көптен көкейінде жүрген сұрағы есіне жаңа түсіп. Осы сен күйеуіңнен неге айырылыстың? Қанша сұрасам да хаттарына ештеңе біле алмадым. Анығын айтшы. Зияның жүзіндегі күлкі лезде тарады да, бет пішіні ойлы, қамырықты қалыпқа ауысты. Мінезіміз үйлеспеді, деді көзін бір нүктеден алмаған күйі. Келісе алмадық. Тағы соңында айттың, түсінбедім сені. Естуімше ол сонша матақты болса да, жібектей есілген биязы, үлкенді аға кішіні іні деп тұратын мейірбан жан көрінеді. Білетіндердің бәрі солай дейді. Ал сен тіпті бала кезіңнің өзінде аса ұстамды едің. Тұрмыстарың да жаман болған жоқ. Сонда неменеге келісе алмадыңдар? Келіспедік, деді Зия Бәтима айтқан сөздерді естімегендей, қимылсыз күйінде. Той қарсаңында хаттарың менде әлі сақтаулы. Не деп жазып едің сонда? Өмірлік серігім болатын адамға кездестім, бақытымды таптым деп. Бәтима, деді Зия жалынғандай дауыспен. Мені тағы азаптағың келіп отыр ма? Сенен неше рет сұрадым осыны сөз қылмай-ақ қояйық деп. Сағынып кездескен құрбысынан мұндай ренішті сөз күтпеген Бәтима тосылып қалды. Өзгергеніміз ғой, деді аздан соң жәбірленген кейіппен. Сыр жаздырушы ма едік бұрын, бірақ менің анық білетінім, сен оны әлі ұмытқан жоқсың, ұмыта алмайсың. Кімді? Зия селт етіп Бәтиманың аузына қарады. Кімді болушы еді? Арыстанды-дағы сол кісіні жамандаған бір адам көргем жоқ. Өзі де Құдай берген жігіт қой, жұлдызы жаны бақтыр. Бұл бастағаны ғана, әлі жас, 30-ның ішіне жаңа енді. Доктор, профессор, не керек Зия, бақытымды басқа тептің. Бақытымды? Зия ауыр күрсініп алды. Бақытымды басқа тептім ғой шынында да. Құдай маңдайыңа жазған қосақ емес пе еді Арыстан? Түу, Бәтимашай, тағы да Арыстаныңда келдің бе? Зия денесін суық қарығандай құшақтасқан қолын жазып, Бәтимадан алшақтаңқырап отырды. Сенің маңдайыңа жазылған Арыстан еді дедің бе? Айтайын енді, алтыңда кім екен? Мен өмірімде ондай адамды көрген емеспін. Ол ешкімге ұқсамайтын. Толқынды, қалың қара шашын шалқасынан қайырып қоятын. Желкесіне дейін жететін, арты көтеріліп күдірейіңкіреп тұратын. Онсы өзіне ерекше өң беретін. Ол сұлу емес еді, бірақ сымбаттатын. Аяғын салмақпен басып, жаймен ойланып жүріп келе жатқанда жұрттың бәрін еңселі көрінетін. Оның көзі, сен сондай көзді көргенің бар ма? Тыныш жатқан терең қара сулар болады ғой, соған ұқсас еді. Тіпті теңеу табылмаймын. Күлмейтін, үнемі бір қалыпта, тұңғиық, селт етпеген күйінде тұратында қоятын. Мен кейде Короленканың соқыр музыкантының көзіне ұқсататынмын. Біздің қыздардың бірі оның көзі өлген адамның көзіндей деп еді. Рас, кейде жанарынан жылт еткен от көрініп қалатын. Онсы ерекше көңілденген кездерінде болушы еді.
Әйткенмен бұрынғы қалпына тез түсетін. Оның көзі неге сондай болды екен деп жиі ойлаймын. Әлде бақсыздығынан ба, әлде ой үстінде жүргендіктен бе? Ол консерваторияда оқитын. Институтымыздағы көркемөнерпаздар үйірмесін басқарушы төсек тартып жатып қалыпты да, уақытша соның орнына келіпті. Аты Төлеген екен, жібегін іздеп жүрген көрінеді деп күлісті алғашқыда қыздар. Ол композитор еді. Жүрек толқытар сырлы әндері ауыздан ауызға көшіп жаңа тарай бастаған кезі. Атағы шықпаған, бірақ әнін естіген, өзін білетін адамдар тегіс оның болашағынан үлкен үміт күтетін. Жүріс тұрысымен, сөйлеген сөзімен Төлеген қыздардың бәрін де баурап алды. Алғашқы күні ілмесі өз қақпа қалжыңдар жайына қалды. Орынсыз бірдеңе айтып қоймайық деп ойлана имене сөйлейміз. Қыздардың әрқайсысы ақ жібек болғысы келеді. Маған да ұнады Төлеген. Бірақ менде әйелдің әлі өмірді білмейтін, әлі ләззаттың дәмін татпаған парықсыз әйелдің тәкаппарлығы бар еді. Кезекті репетициядан тараған соң қыздардың бәрі у-шу болып ананы-мынаны айтысып жатқанда, мен сөздеріне көп араласпай, әрнені қиялдап, өзімнен өзім отырамын. Төлегеннің көзі маған алғашқы күні-ақ түсті. Мен аңғармаған, аңғарсам да елемеген қалып таныттым. Өзің білесің, менің біраз даусым болатын. Бізде жақсы әнші қыздар да бар еді, кейбіреулері радиодан да айтатын. Әйткенмен Төлеген басқалардан гөрі маған көбірек ілтифат білдірді. Мен ән салғанда аузыма қарайтын да қалатын. Аздан соң мұны біздің қыздардың бәрі де байқады. Сондықтан мен Төлеген масаттанбасын деп, оның әндерін онша ұнатпайтын сияқтандым. Ал басқа қыздар үйде ауыздарынан тастамайды. Өз жазғанды өзін қайта-қайта тыңдағаннан асқан азап жоқ деп Төлеген өз әндерін айтқызбайтын. Бірақ кейде ыңылдап қосылып кеткенімді аңғармай қалушы едім. Бір күні Төлеген жаңадан шығарған әнін үйретті. Ән бәрімізге де ұнады. Ал мен оның сөзі мен сазына елтіп мас болғандай едім. Жігіт ғашығына өзінің жүрек сырын ашатын. Қызғаныш деген сезімнің дәмін алғаш сол жерде таттым. Сірә Төлеген бұл әнді сүйген қызына арнаған болар деп ойладым. Төлеген, осы әнді сіз орындамайсыз ба дегенде қуанғаннан не істерге білмедім. Өзімнің сертімді ұмытып та кеттіппін. Сол кезде мен шын бақытты екен Бәтимаш. Бірақ адам бақыттың қонғанын білмейді, ұшқанын біледі дейді ғой. Бақ қонғанын мен де білмеппін. Келесі репетицияда Төлегеннің әнін жеке өзім айттым. Сөзімен әуеніне беріліп кеттім, білем. Ән салып тұрғанда ештеңені көргем жоқ. Тек соңын қайырғанда ғана Төлегенге көзім түсті. Маған қадала қарап қалыпты. Бетіне адам көз тоқтата алмастай еді. Сол күні киноға шақырды. Қайтар жолда ұзағырақ жүріп қалыппыз. Түн де тамаша еді. Жапылақтап қар жауып тұрды. Жер де аппақ, көк те аппақ. Анда-санда үстіне қонған қар салмағын көтере алмай күтір етіп сынған бұтақ даусы естіледі. Екеуміздің қалайша тез насып кеткенімізді білмеймін. Қол ұстасқан қалпымыз ақша қарды жалдап, мүлгіп жатқан көшелерді бойлай көп жүрдік. Сөйлескеміз жоқ. Құр жүрдік те қойдық. Жауып тұрған кіршіксіз таза қармен қала оттары шағылысып, аспан самаладай жарық. Жоғарыға қарасаң қалбалақтап келе жатқан ұлпа ірі қар түйіршіктері көрінеді. Кенет Төлегенге еркелегім келіп кетті. Қарап тұр деймін, сенге көшіп алғанды өзімде аңғармай. Мен қазір ана бір түсіп келе жатқан қарды қағып алам. Қайсың дейді Төлеген. Жауып тұрған қар түйіршіктерінде сан жоқ. Қайсын екен өзім де білмеймін, бірақ әне біреумін деймін, көкке қолымды созып. Сүйдемінде алақанды жайып тұрам. Менің қолыма жаңа бір түйіршік түссе, балаша екеуміз де мәз боламыз. Үстіңді қара, аппақ дейді Төлеген бір кезде. Қарасам палтомның омырауын, иығын ұлпа аппақ қар қаптап алған. Төлегеннің де үсті басы да сондай. Тоңған жоқсың ба? Жоқ деймін. Төлеген менің бір жерімді ауыртып алмайын дегендей үстімдегі қарды жайлап сипап қағады. Қолының жылуын бүкіл денем сезінгендей. Мен де оның иығындағы қарды түсірем. Сөйтіп тұрғанда кенет Төлеген мені қатты құшақтап алды да, Зия сол сәтті басына жаңа ғана өткізгенде ерні балбырап, көзі күлімдеп аз отырды да, Бәтима деді құрбысының иығына қолын салып. Алғаш сүйіскенің есіңде ме? Ең алғашқысы. Кіммен, Бекеңмен бе? Жалпы дегенім ғой. Бекеңмен болса да. Қанша жыл өтті содан бері? Қайсы бір қызықтар есте қалды дейсің? Немене Бекеңе дейін болып беді біреуің? Бекеңе 4-ші курста кездестім ғой. Оған дейін қай қыз сау жүруші еді?
Өйтіп-бүйтіп долбарлап ретін келтірді ғой Бекеңде. Сол жасыптай жігіт кезінде қазіргісінен де ебедейсіз еді сорлы. Өзін онша ната да қойғам жоқ. Әйтеуір біреумен бас қосу керек болған соң. Қазіргі кезде махаббат дегеннің өзі қозы мен баянның заманы өтіп кетті ғой. Бірақ Бекеңді кейін қалай жақсы көріп кеткенмен таң қалам. Енді сол малтабарымды ешкімге айырбастамас едім. Балаларың да, кімде бала жоқ дейсің, оларды қойшы. Бекең менің жүрегімді балалар арқылы емес, өзінің көнбістігімен жаулап алды ғой. Әлі күнге сол күйінде, тұр десем тұрады, жүр десем жүреді. Суретін көрдің ғой, қазіргіден сыйдалау келгені болмаса, жігіт кезінде нағыз маубастың өзі еді. Ал сенің төлегенің просто молодец екен. Қызды алғаш киноға шақырған күні сүйіп алу деген, бұл біздің соңғы сүйісуіміз еді, деді Зия әңгімесін қайта жалғап. Алғашқы және ең соңғы. Оның демі оттай ыстық еді, ал ерні мені өртеп жібере жаздады. Буымдарым босап, еріп бара жаттым. Сол сәтте төлегеннің өзі қыса құшақтап тұрмаған болса, құлап қалар едім деймін. Кейін Арыстанмен бірге жүрген кездерімде мұндай ләззаттың дәмін де татқан емеспін. Бірақ өзімді өзім алдап, оны сүйем деп жүре бердім. Кейде шын солай сияқты көрінетінде. Арыстан ол кезде аспирант еді. Ал төлеген тағы сүймек болғанда бірақ жидым есімді. Өзіме оны қаншама жақындатып алғанымды тез аңғардым. Масқарай, таныспай жатып, ақындар, өнер адамдарының бәрі жүргіш келеді дейтін. Әрине мен мұның алғашқы қызы емеспін. Сол көп қыздың бірінде етіп мені де тастап кетеді. Басыма жалт етіп келген ой осы болды. Сол сәтте мен дөрекілеу бір қимыл көрсеттім. Төлегенді кеудесіне итеріп жібердім білем. Әйтеуір сытылып шықтым. Содан бастап өзім де әлі күнге дейін анық түсінбейтін бір іс басталды. Төлеген күн ара, кейде тіпті араға күн салмай келеді. Мен көбіне шықпаймын, уақытым жоқ деймін. Жалғыз-ақ ауыз сөз. Ал төлеген мұңайып тұрып кетіп қалған соң бөлмеге келемде, төсекте жатып алып оны ойлаймын. Жаңа шықсам ғой, қазір қол ұстасып анадағыдай жүретін едік. Мүмкін тағы да. Сол сәттің қайталануын аңсаймын, жан тәніммен беріле аңсаймын. Бірақ неге екенін білмеймін, үнемі өз сезіміме қарсы әрекет етіп отырдым. Кейде шығушы ем, киноға не театрға барамыз. Ондайда сыртта ұзақ қалмауға тырысам. Төлегенді бойыма жуықтатпаймын. Тіпті қол ұстасып та жүрмейтін болдық. Үнемі көкейімдегі сөздерді емес, басқа бірдеңе айтам. Ол әңгімеге мүлде қатысыз болып шығады. Төлеген менімен сырласып, әңгімелескісі келуші еді. Өзінің армандарын, ойларын айтатын. Консерваторияны бітірем дейтін ол. Содан соң сен де мединститутты бітіресің. Ештеңе аңғармағандай ары қарай іліп әкетем. Содан соң мен өзіміздің ауылға қайтам. Ал сіздер атақ даңқ алу үшін Алматыда қала бересіздер. Атақтың да даңқтың да керегі жоқ, дейтін ол менің бұл жолы да әңгімені басқа жаққа бұрып жібергенімді байқаған соң мұңайып. Шын мәнісінде құнды шығармалар жазсам болғаны, ал мен көп жазам, және тек жақсы туындылар ғана. Концерттер ме, симфонияларда, операда, балетте, қазіргілерінің бәрі жаттығу. Көп іс, өте көп іс сындырар едім. Тек сен менімен бірге болсаң. Ол арманшыл еді, тіпті көп армандайтын, кейде шалқып кететін. Мен мықтымын дейтін, бәрінен де күштімін, әлі көрерсің, бәрін де ұрып жығам. Мақтаншақ деймін мен іштей. Ал кейде өнер жолының қиындығын әңгімелейтін. Әй, осы менен ештеңе шықпас деп те қоятын. Қазіргі музыка жайлы ойларын айтатын. Кейде тіпті тым алысқа сілтеп, маған мүлде бейтаныс қай-қайдағы бір композиторлар жөнінде хикаялап кететін. Мұның бәрі мен үшін тым қызықсыз, іш пыстырар нәрселер еді. Ал ол табиғатында сөзге сараң болғанымен бір шешілсе ұзаққа тартатын. Әрине мұндай менің көңілім басқа жақта жүреді. Төлегеннің өзімнің сүйетіне көзім анық жетті. Мен шексіз бақытты едім, бірақ оған қанағаттанбадым. Төлегенді тағы да қинай түскім келді. Бұл маған қызық еді. Сол кездерде оның қандай күйде жүргенін ойласамшы. Өзімнің мерейімнің үстемдігін сезінген соң, менің тентектігім шектен шықты. Консерватория студенттерінің жатақханасы алыс.
қаланың шет жағында, атты әскер көшесінде. Қазір басқаша аталса керек. Мен Төлегенді ұзағырақ ұстауға тырысамын. Көбіне әдейі істеймін. Транспорт тоқтап қалған кезде талай жаяу кетіп жүрді. Өстіп кеш қайтқан бір күні жатақханаға жақындаған жерде 2-3 бұзақы жабылып, бар киімін сыпырып әкетіпті. Өзін соққыға жығыпты. Әйтеуір тірі қалған. Осы жолы оған қаншалық қымбатқа түскенін кейін ғана білдім. Ол тақыр жетім еді. Әкесі де шешесі де, туған-туысқандары да жоқ. Ешкім қаражат жағынан көмектеспейтін. Және ол кезде жағдай қазіргідей емес. Ақша тауып киім алғанша ай бойы жолдастарының бірінің ескі пальтосы мен костюмын киіп жүріпті. Осы уақыт ішінде маған бірер рет қана қатынады. Ұялған болу керек, тіс жармады. Бар болғаны бір үлкен дүние бастадым. Бітіріп тастайтын едім, жағдай келіспей созылыңқырап барады. Уақыттан да таршылық көріп жүрмін деді. Арыстанмен сол Төлеген келмей жүрген шамада таныстым. Бұл екеуі дүниенің екі шеті сияқты еді. Біріне бірі мүлде ұқсамайтын. Төлеген көркем өнерге табынса, Арыстан әдебиет, музыка дегендердің бәрін еркеннің ермегі санайтын. Бұрын ғой дейтін ол. Біздің елімізде Толстой да болды, Тургенев те, Пушкин де, Чайковский да болды. Бірақ Россия артта қалған мешеу мемлекет еді. 1905 жылы жапондардан қалай жеңілгенімізді тарихтан оқыдың. Орыс армиясы мен флотын Толстой сақтап қала алмады. Таза масқара болдық. Ал қазір ілгері дамыған ғылым мен техниканың арқасында Советтер одағы дүние жүзіндегі ең қуатты, ең алдыңғы қатарлы державаға айналып отыр. Маған Арыстанның батылдығы ұнады. Киіп жарып жүретін. Және артық ауыз сөз айтпайды. Қыз көңіл немен алдарқатуды біледі. Әйткенмен оны сізден берге жақындатпадым. Мен Төлегенде қызғаныш сезімін тудырғым келді. Білсін дедім, онсыз да өмір сүре алатынымды. Бір жексенбіге екеуін қатар шақырдым. Үнемі кешігіп жүретін Төлеген бұл жолы ерте келді. Арыстан біз есік алдына шыққан кезде бірақ жетті. Мен тіпті екеуін таныстырсам ба деген ойға кетіп тұр едім. Арыстан бөгет жасады. Кешіріңіз деді ол Төлегенге қарап көретіп. Бұл кісі бізбен бармақ еді. Сөйдеді де мені қолтықтап алып жүре берді. Төлегенге ызам келді. Неге ол да өстіп алып кетпейді? Бұл ойынымның ісі Насырға шаптырғанын кейін білдім. Бір ай бойы Төлеген көрінбей кетті. Үлкен дүниесін аяқталмай жатқан болар деген кекесімен өзім іздеп бармадым. Ақыры бір күні одан хат алдым. Зия диваннан тұрды да, жатын бөлмесіне барып бір көк конверт әкеп құрбысының қолына берді. Бәтима аузы ашық конверттің ішінен ескіріп, сарғайыңқыраған 4 бүктеулі қағазды алып жазды. Арасында бірнеше жерден сынған фото бар екен. Сол ма? Бұл Зияның өз суреті болып шықты. Сол жылдардағысы. Қалың қызғалдақ ортасында тұр. Шашына да омырауына да гүл қыстырған, қолында да гүл. Сәл еңкейіңкіреген, езуінде күлкі ойнайды. Өзі де гүл рауышты. Бәтима суретке қарап қалған еді. Бұл өмір жолы қызыл гүлге толы сияқты көрінетін кездегі суретім ғой, деді Зия естілер-естілмес. Қойсаңшы, қайғы түбіне бата бермей. Бетіңе әжім түсіп отырған жоқ. Жассың, сұлусың. Тек ден сау болсын. Әлі қасқа мен жайсаңның талайына кездесесің. Білмеймін, деді қабақтарының арасы қосылыңқырап, ойланып қалған Зия. Осы күйімде кетем демеймін, бірақ ол күндер оралу қайда. Енді мен үшін ең тәтті минуттар өткенді қиялдаған сәттерім ғана болмақ. Жарайды, оқи ғой, ішіңнен оқы, мен сенімен ілесіп отырам. Бұл хаттың әрбір түріне дейін жатқа білем. Зия, саламатпысың. Осы сөзден кейін нүкте қойдым. Өйткені енді қайтып сенің даусыңды естімейтімді жақсы білем. Мен кетіп барам. Қатты соқтың ғой, не айтайын саған? Адам өз қолын өз кесе ала ма? Саған ауыр сөз айтарлық дәрмен жоқ менде. Абайдың бәріміз де білетін бір өлеңде қаншама тереңдік, қаншама сыр барын осы қазір ғана жүрегіммен сезінгендеймін. Дүниеде сірә сендей маған жар жоқ. Саған жар менен артық табылса да, сорласық сарғайса да, сағынса да,
Жар тайып жақсы сөзден жаңылса да, шыдайды риза болып жар ісіне, қорлық пен мазағына табынса да. Мен адамның ең асыл, ең асқар сезімдерін музыка ғана толық жеткізіп бере алады деп ойлаушы ем. Әрине, сөз құдіретін білем, дегенмен де, ал мына сөз, шыдайды риза болып жар ісіне. Шыдадым ғой менде, бақыт дедім, сол кездердің өзінде. Әншейін ғана сенің даусыңды естіп тұрудың өзі маған қаншама қуаныш әкелуші еді. Қорлық пен мазағыңды көріп жүрсем де, сенің сол даусыңды ести бергім келетін. Бірақ амал бар ма? Осылай болуға тиіс шығар. Мен бұдан ары Алматыда қала алмадым. Осы соңғы айлардың ішінде сүйеніш іздедім, таппадым. Маңдайымнан сипайтын жан жоқ. Қайғы қуанышымды бірге бөлсеме деп едім сені. Ал сен мені қиыншылық көріп жүргенде жебеудің орнына жерледің. Өтіп кетті ғой соңғысың. Дәл бұлай аяқтаймыз деп еш уақытта ойлаған жоқ едім. Сені алғаш көргенде-ақ арманым, аңсағаным өзің ғой деп ем. Сол ән саған арналған еді. Өз әнімді сенің аузыңнан естігенде, төбем көкке жеткендей болып ем. Мен емес, сенің өзің шығарып, маған арнап айтып тұрғандай көріндің. Содан соң бір сәт бақыт құшқандай да болдым. Бірақ кеудемнен итеріп тастадың ғой. Қолыңның дағы әлі тұр. Алайда саған өкпелеуге қақым бар ма? Кешір, қазір ойлап отырсам, сол кезде үлкен бейбастық жасаған екем. Кешір мені. Мені ұнатпаған шығарсың. Әйткенмен сен тым қатаңдық жасадың. Мінезің қатты екен. Неткен қызсың. Мен сені жарым дер едім, жаным дер едім. Ал сен тасбауыр екенсің. Ән де менің жүрегімді жарып шыққан ән де жібітпеді-ау. Бірақ сезімнің шынымен-ақ соншама алдамшы болғаны ма? Сен қаншама теріс мінез көрсетіп жүрсең де, ішкі бір дауыс маған үнемі сыбырлап тұрушы еді. Сен оған ұнайсың, ол сені сүйеді деп. Мен көңіліме қатты сендім. Сенің көзіңнен, кейбір қимылдарынан маған деген жылы сезімнің ұшқынын аңғарып қалушы едім. Әлде солай болып қана көрінді ме? Солай болғаны ғой, әйтпесе бүйтер ме едің? Қатты соқтың, қорладың ғой қайтейін. Бірақ алдамшы сезім құрғыр көзі көріп тұрғанға әлі сенбейді. Зия сені сүйеді деп сыбырлайды. Дәл бүгін онысына сене алар емеспін. Осы уақытқа дейін сеніп ем. Алдандым ғой. Жат біреудің құшағында кете бердің-ау. Қош сау бол. Сенің шексіз бақытты болуыңды тілеймін. Одан басқа не келеді менің қолымнан? Қош сау бол жаным. Ақ тілегіммен тілеймін тағы да. Бақытың тасысын. Артық ауыз кеткендерім болса кешірерсің. Бәріміз де пендеміз ғой. Әлсіздік жасаған шығармыз. Төлеген. Бәтима хатты оқып болған соң Зия әңгімесін жалғастырды. Менің басыма алғаш оралған ой, қайда кетеді, неге болды? Бір сұмдықтың келгенін білдім. Басым зеңгіп айналып қоя берді. Трамвай аялдамасына жүгірдім. Әлі тұрмын. Трамвай жоқ. Енді такси ұстамақ болдым. Қырсыққанда қымыран риді деген ғой, такси де табылмады. Өтіп жатыр, өтіп жатыр, өтіп жатыр. Бәрінде де кісі бар. Ақыры біреуі тоқтады-ау. Жол бойы шоферді асықтырумен болдым. Бұл да бір жайбасар екен. Ештеңемен ісі жоқ. Қалыпты жүрісімен тарта береді. Бұдан жылдам жүруге тыйым салынған дейді. Авария жасауымыз мүмкін.